Бізде 5 минутта дайын болатын кексіміз дайын. Ас болсын, жасап көріңіздер. Пропиткасын қалауыңыз бойынша сүтпен, какаомен жасасаңыздар болады. Қазір 5 минутта балалардың өзі дайындап алатын маффины, болмаса кекс жасайтын боламыз. Ол үшін бізге жаңа жұмыртқаны жардық. Шекерімізді қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Бұл десертті балалар өздері пісіреді. Бізде бір тәтті жегісі келген кезде, бізде магазин алыс жерде болғандықтан, өздері жегісі келген кезде осы құрамдармен тез-тез араластырып, микроволновкаға салып жіберіп, сүтпен пропитка жасап жібереді. Дәмі енді керемет. Жұмыртқамызбен қантымызды араластырғаннан кейін үстіне сүтімізді қосамыз. Барлығы бөлме температурасында араластырдық. Осы құраммен бір адамдық порция тойып жейді, 2 адамдық 2 бөлсеңіздер де болады. Тура осы ыдысында пісе қалады. Енді сұйық майымызды құямыз. Достар, мен бұл каналда тек қана менде қайталанбайтын, жаңадан шыққан трендтегі және оңай дайындалатын рецептерде болады. Сол үшін менің YouTube каналыма жазылып алыңыздар. Енді разрыхитель какао кетті. Құрамын барлығын описание бөліміне жазып қоятын боламын. Араластырамыз. Какаомызды салдық. Енді ұнымызды қосамыз. Жақсылап араластырамыз, бір келкі масса болғанша. Осы бір келкі араластырдық, осындай масса болу керек. Енді осыны микроволновкаға 4 минутқа пісіріп аламыз. Бізде кексіміз пісіп шықты. Енді үстіне вилкамен, зубочисткамен тесіп, үстіне пропитка жасап шығамыз осылай. Сонымен жей бересіздер суытып.